Балалар, біздер міне жайлауға да келген екенбіз. Қане балалар, келе қойыңыздар. Балалар, біздер жайлауды көп іздеп, міне жайлауға да келіп қалған екенбіз. Қане, амандасайықшы. Сәлематсыңдар ма? Біздер ендеше жайлауды барлығымыз аралап қайтайық. Ендеше оңға бұрыл, алға қадам бас, 1, 2, 3, 4, 1, 2, денемізді тік ұстаймыз, 1, 2, 3, 4, жай жүгіріспен жүгіреміз, 1, 2, 3, 4, қане жүгіреміз, Абдулла, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Қошақандар жайылып жүр екен. Қане қошақандар қалай жүреді? Көрсетейікші. Торғаңдап. Қошақаным қойдым, қайда қалып қойдым. Бұлтиып тұр бүйірім, қайыр істен тойдым. Бұлтиып тұр бүйірім, қайыр істен тойдым. Секен тонын тапсам болмай ма, секірмей-ақ кеуап. Тонын тапсам болмай ма, секірмей-ақ кеуап. Ота қатып Ай, қолын жақ, ойнақтап ол тұрады. Ай, қолын жақ, желмен бірге зулайды. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі қолды белге қоямыз өкшеден. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі сарбаздар секілді. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bir қатарға тұрып алайық. 1, 2, 3, 4. Жақсы, ештеңе етпейік. Ал енді балалар үш қатарға тұра қоямыз. Бастап жүреміз. Әлімхан. Тұра қоямыз орындарымызға. Әлімхан тез жүреміз. Бауыржан, тез. Сағадат. Нұрмұхамед. Орнымыздарға тұра қояйық. Орындарымызға тұра қояйық. Енді балаларына тұлпарларға мініп не жаппасқа? Ендеше тұлпарлармен бірге жаттығу жасаймыз ба? Қолдарымызға қамшымызды алайық. Бәріміз қолымызды. Тұсында. Аяғымыз екі көлемінде. Бірінші мойнымызға алайық. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ал келесі қолымызды. Алға 1, 2, 3, 4. Аяғымыз ортамыз. Ayağımızı, kamçılarımızı, al beraber ayağımızı alsam. 1, 2, 3,
Ал енді аяғымызды, аяқ бұлшықеттеріне арналған. 1, оң аяқ, 2, 3, Саттығуымыз аяқталды. Абдулла, бастап жүреміз. Бір қатарға тұрамыз. Абдулла, бастап жүре ғой. Тез. Бір қатарға тұрамыз. Тұра ғой. Арғай қапшымды қойып. Ана жерге жүре ғой. Тұқардың артына тұра ғой. Аха, тез. Әлихан. Әлихан, тез. Жарайды, тұра қоямыз. Балған бұл. Рахмет, тез. Аха. Келсін, тездетіп тұрамыз. Тездетіп тұрамыз. Сайлауға атамыз бен әжемізге бару керекпіз, балалар. Тез жүрейік, тез. Тез жүрейік. Ал жүре қойыңыздар, балалар. Ал мен соңынан есе қойыңдар. Сайлауға барайық. Атамыз бен әжемізге бара қойайық. Жүріңдер, тездетіп. Балалар, атамыз бен әжемізге бару үшін мына кедергілерден өту керек екенбіз. Ендеше Бауыржан бастап жүре, кім? Абдулла бастап жүре ғой. Мына үстіне, отырғыштың үстіне жатып, екі қолымызбен тартылып жүреміз. Міне осылай тез жүреміз. Одан кейін жүре беріңдер, тез етіп. Мына қиғаш жолдармен үстімен жүреміз. Жүре ғой үстімен басып. Қиғаш жолдармен жүреміз. Абдулла секілді істейміз бәрімізде. Абдулланың соңынан жүре отырамыз. Ой, жарайсың. Енді Абдулла мына жерден судан секіріп өтеміз қос аяқтап. Тез жүреміз, тез жүрейік. Қиғаш жолдармен жүріп өтеміз. Аяғымызды қосып, секіре ғой судан. Секіре ғой. Ой, жарайсың. Тез жүреміз. Сағадат секіре ғой, қос аяқтап. Ой, жарайсың. Тез, бегас. Ата мен әженің ауылына да келіп қалдық. Секіреміз, қос аяқтап. Секіреміз. Секіреміз, тез. Оппа, жарайсың. Жүре ғой, жайлы. Секіре ғой. Қос аяқтап секіреміз. Жарайсыңдар. Міне балалар, ата мен әженің де үйіне келіп қалғанбыз. Бірақ атамыз бен әжеміз жоқ қой балалар. Көріп ба оларды? Жоқ екен. Ал мына жерде сіздерге хат тастап кеткен секілді. Қазір мен оқиын. Балалар, хатта былай дейді екен ата мен әже. Балалар, сәлеметсіздер ме? Бүгін біздер үйде жоқпыз. Сендерді күте алмадық. Бірақ біздер сіздерге тапсырмалар дайындадық. Осы тапсырмаларды дұрыс орындайды деген үміттемін дейді. Ата мен әженің тапсырмаларын орындаймыз ба? Иә. Ата мен әженің тапсырмаларын орындайық. Ата біздерге мына жерде видео ұстап кеткен екен. Видеоға көңіл аударайықшы балалар. Барлығымыз бұрға қойайықшы артқа. Қарайықшы мына видеоны. Ата не дейді екен бізге? Төрт түлік мал асырау қазақ халқының ежелден келе жатқан ата кәсібінің бірі. Ата-бабамыз төрт түліктің қадір қасиетін бағалап, тұрмыс тіршілікке пайдаланды. Сүтін ішіп, етін жеп, терісінен киім кешек тігіп қана қоймай, сүйегінен сабын қайнатты, тарақ, ырғақ, ине, найзаның ұшын, шүмек сияқты бұйымдарды жасады. Сонымен қатар мал сүйегін балаларға танытып, түрлі қызықты ойындар ойнатты. Ал қымбаттыларым, осы ойындарды келешек ұрпағымызға ұмыт қалдырмай, ұрпақтан ұрпаққа таратылып ойнатылса деген өсиетім бар. Атамыз біздерге өсиет
жаңағы 4 түлік жаңағы малды біздер қолданамыз дейді. Ал оның сүйектерін жаңағы біздер жаңағы танып біліңіздер дейді екен. Мынау біздерде балалар жауырын сүйегі екен. Жауырын сүйегі екен. Мынау балалар біздерде кәрі жілік екен. Ал мынау біздерде асық жілік екен. Солай ма балалар? Міне біздер бұларды танып біледі екенбіз. Мынау біздерде қандай жілік? Кәрі жілік дедік. Мынау біздерде асық жілік дедік. Мынау жауырын дедік. Міне кәрі жілік тағы да. Мынау асық жілік. Жауырын екен. Кәрі жілік екен. Міне көрдіңіздер ме? Осы сүйектерді танып білеміз. Енді балалар осы сүйектердің жаңағы наным сенімдері бойынша осылардың қасиеттері бар екен. Қазір осы сүйектерді QR код арқылы біздер жаңағы танып білейік. Мына жерде мен сіздерге бала тағы да экранға назар аударайық. Қай жілік туралы бізге, асық жілік туралы бізге мағлұмат айтайын деп жатыр. Бұл асықты жілік қой еті. Не үшін пайдаланған екен? Қандағы орта түлікке тұтасатын ең ұзын бөлігі. Жалпы деректерге сүйенетін болсақ, асықты жілік мал денесіндегі мырза мүшелері. Мырза мүшелік деп аталған екен. Ең сымбаттысы және ендіде бұл асық жілікте біз етті өсу барысында асықты алып тастаймыз. Біздер асықты ойнаймыз ба? Асық ойнаймыз ба? Міне асық жіліктен осы асықты алады екен. Асықты алады екен. Осы асық жіліктен балалар біздер бесіктерге, бөпелерге шүмек жасайды екен. Не да? Сосын осының асығынан асық ойындарын ойнаймыз ба? Енді балалар мына жерде келесі кәрі жілік екен. Міне. Тыңдайшы. Сендірген аңызға тоқтала кетейік. Бірден мұңғырған малы бар байкөз жұмар алдында баласын шақырып өсиет қылған. Ол қанша мал сойып, сүйегін тастасаң да кәрі жілікті далаға лақтырма деген көрінеді. Бұл жіліктің тесігінен жіп өткізіп, киіз үйді айналдыра кіре бер деп ақыл айтты. Жаңағы айтады, аңызда былай дейді екен. Мына кәрі жілікті тесіп, жаңағы киіз үйге іліп қоюға болады дейді. Қораға іліп қоюға болады дейді. Наным сенімдері бойынша бұл кәрі жілік біздер қорғайды екен. Жамандықтан қорғайды екен. Міне сонымен қатар міне жауырын бар екен. Жауырын біздер үнемі Жауырынды жолын ашады. міне жауырынды жолын ашу керек. Кесіп тастайды. Оны қалай мына пышақпен араластырып жатады. Бісміллә деп мына бүйтіп ашады. Жолымыз болсын, ел аман жұрт тыныш болсын, жақсылыққа жүрейік деп кеседі. Үнемі жауырынның жолын жақсылыққа қойылған малды жауырынды ашып отыру керек екен. Міне балалар біздер бүгін сүйектер туралы, мал сүйектері туралы мағлұмат алдық та. Сүйектердің атауларын айтып жібересіздер ме балалар? Қандай жілік? Кәрі жілік, дұрыс айтасың. Мынау қандай жілік болды? Асық жілік, дұрыс айтасың. Жауырын екен. Жауырын. Жақсы. Енді балалар, қазір біздер ойын ойнап жіберейік. Осы сүйектерді біздер дұрыс танып білдік пе екен. Ойын ойнап жіберейік. Шеңбер айналып тұрайық. Шеңберге тұра қойайық. Қолды көтер алақай, аяқтармен тәтті топ, шапалақта сақ-сақ-сау. Оңайласа бір қадам, солғайласа бір қадам, маймылдар қостап келеді, белді қосқан там-там-там. Қане балалар, асық жілікті қойайықшы. Асық жілікті аламыз тек қана балалар. Ал орнымызға тұра қоямыз. Дұрыс тапты Сағадат. Әлімхан дұрыс тапты. Нұрмұхамед дұрыс тапты. Бұлар кәрі жілікті алып қойған екен шатасып. Міне дұрыс тапты балалар. Ал келесі тыңдайық. Қайтадан ойынды жалғастырайық. Алақай, қолды көтер алақай, аяқтармен топ-топ, шапалақты соқ-соқ-соқ. Оңға жаса бір қадам, солға жаса бір қадам, зебралар қостап келеді, белді қозғап пам-пам-пам. Ал енді жауырын сүйегін сапайық. Екеу екен балалар, екеу екен. Дұрыс, екі жауырынды сапты балалар.
жаңағы Сағадат пен Бауыржан тездетіп алып үлгерді. Алып үлгеру керекпіз. Ал келесі тағы тыңдайық. Bir qadam so'lga jasa bir qadam to'p-to'p qosib bile qo'zg'ab pam pam pam. Кәне балалар, қаражатты табайық. Таласпай аламыз. Жарайсыңдар, міне кәрі жілікті де алдыңдар. Балалар, сіздер осы сүйектерді танып білген секілдісіңдер, солай ма? Жарайсыңдар. Ал енді балалар, мына жерде көңілсіз асықтар түргеліп тұрған секілді. Осы асықтарға балалар біздер көмектесуіміз керек. Көмектесеміз ба? Көмектесейік. Ендеше қазір мен қолдарымызға ұстап тұрамыз, ештеңе істемейміз, қолдарымызға ұстап тұрамыз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Қолдарымызға ұстап тұрамыз, еш нәрсе істемейміз. Көңілді, асықтарды көңілдендірейік. Көңілдендірейік асықтарды. Асықтарға көмектесейік. Енді балалар, демімізді мұрнымызбен жинайық қане? Деп, жаңағы түтікшеге бар демімізді үрейік. Ал, деп үрейік қане? Ой, жарайсыңдар. Көңілді асықтарды. Жарайсыңдар. Үреміз. Ой, жарайсыңдар. Асықтарға да көмектестіңдер. Тамаша балалар. Тамаша. Асықтарға көмектескен сіздерге ұнады ма балалар? Иә. Ой, жарайсыңдар. Біздер жаңағы тыныс алу жаттығуын өте тамаша орындадық балалар. Балалар, ата мен әженің барлық тапсырмаларын дұрыс орындадық. Солай ма? Иә. Ендеше ата мен әже бізге кішкентай сандықша ұстап кеткен екен. Олардың ішінде не бар екен? Тәттілерінде ұмытпаған екен ата мен әже сіздерге беретін. Бүгін балалар біздер жаңағы жаттығулар жасадық, тапсырмалар орындадық. Қандай сүйектермен таныстық балалар? Асық, жілік, сосын кәрі, жілік, бауырым, жаңағы кәрі жілік, дұрыс. Қос аяқтап секірдік па? Елік жолдармен жүрдік па? Барлық тапсырмаларды өте жақсы орындадыңыздар. Ал бүгінгі жайлаудағы көңіл күйлеріңіз қалай балалар сіздердің? Көрсетейікші қане? Керемет, керемет. Жайлауда. Ендеше балалар, біздер қазір қоштасамыз. Ал, не деп айтамыз? Сау болыңыздар. Оңға бұрыламыз. Мен соңымнан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.